Анашым осы до конца қалам деді. Шахид болсам шахид болам, тірі қалсам тірі қалам деді. Мен оған иманым жетпейді дедім. Егер де тағдыр бір-бірімізді қайтып қосатын болса, иншалла осы дүниеде кездесеміз дедім. Егер де бұл дүниеде кездеспесек, жәннатта кездесеміз деп кетіп қалдым мен. Нұрила Шам жерінен оралған балалардың арасындағы ересегі. Жасы 15-те, биыл 10-шы сыныпқа көшті. Оны қарулы қақтығыс аймағына анасы Айгерім мен өгей әкесі ертіп әкеткен. Бізде бір адамдар келді, тез болыңдар шығып кетеміз деді. Бірақ сумканы алдық та, сразу жолға шығып кеттік. Бірінші Бишкек па білмеймін, бір черный мосттан өттік. Сағат 3-те отельге тоқтадық. Кейін ары қарай уже самолетқа отырып Түркияға ұшып кеттік. Ол жерде Осман Туркидің әйелі күтіп алды бізді. Осман Турки ол сол Қазақстаннан келген жерге, Қазақстаннан ақша жіберетіндерге көмектесіп, жол ашып, ақшаларын жеткізіп береді. Айгерім Ақназарова 1982 жылы дүниеге келген. Шам жеріне кетіп оралмады. Ішім күйіп кетіп, осынша шақсандатқанда өз дәлеметке жеткізген кезде бір жақсы нәрсе емес та, бір нәрсе ағайындарға айта алмаймын, ұяласың, қысылада жүр екен деп айтады. Соғысқа бай, ол соғысқа да мемлекетіміз тыныш қой, не зарлады оған дейді, не зарлады. Гүлзада апамыз қызы Айгерімнің теріс жолға түсуіне оның алғашқы жолдасын кінәлайды. Жетісайлық жігіт сүйіктісін қараға тұмшалап, жақындарымен араласуына тыйым салған. Ұрып соғып, анау харам, ал мынау кәпір деп айналасын табалапты. Қысымға шыдамаған Айгерім ажырасып, қызы Нұрила мен Шымкенттен Алматыға қашады. Араға уақыт сап, Ханиф атты азаматпен көңіл жарастырып, өмірге тағы бір қыз әкеледі. Өкініштісі екінші жолдасы да деструктивті діни ағым мүшесі болып шықты. Ол келіншегі мен екі баланы Сирияға бағыт алған топқа қосып, өзі Бішкекте қалып қояды. Онда банк тонап, сотталып кетіпті. Ішімді күйді жіберді. Қасым не қалды менің жаным. Өте ауыр, ана шоқ баламен тұрып, өте ауыр. Айгерім екі баласымен Орал жамағатына қосылады. Жалғызбасты келіншегі әбден азап көрсе керек. Өзінде үлкен қызы Нұриланы да шахид болуға дайындайды. Баласы анасының разылығы үшін террорлық акт жасауға келісіпті. Қорқыныш мүлде болмады. Болды, Аллах үшін жарам, Аллахтың разылығын алам, жәннатқа кірем, анашымның да разылығын алам деп, ана мінезін білем, қанша айтсан да, қанша көрсетсе де, дәлелдесен де, ой өзгермейді оның. Нұрила сырқаттанып қалып, анасының сорақы жоспары жүзеге аспады. Бұл уақытта Нұрилаға Шерзат дегеннің көзі түсіп, 12 жасар жеткіншек Содырдың жары атанды. Айтуынша ол жақта жасөспірімдердің қалыңдық атануы қалыпты жағдай. Өйткені Содырлар уысына түскен қызды зорлап, ұлды қорлайды. Қазір қарап жатсам, 12 жасар қыздар қазір кукла ойнап жүр, немесе басқа істеп жүрді. Ойнап или оқып. Мен ол кезде ондай болмады да, менде қорқынышпен, біреудің көңіліне қарап, сондай мен өмір түсірдім. Жылағым келеді, бірақ уже жас жоқ. Жылай бергеннен пайда жоқ екен, түсінесің. Нұрила соғыс көрді. Аш болды. Анасы мен бауыры Адика үшін көп қорлыққа шыдады. Жолдасының озбырлығы шектен шыққанда, оған екінші, үшінші әйел алып беріп, өзіне талақ талап еткен. Ата-ананың рұқсатынсыз ел аттап, басқа жерге барып, қандай да бір осындай бір жихад атауы сияқты, мысалы, Қостырнақ ішінде бір осындай соғыстарға қатысатын болса, ол адам күнәһар болады. Ол шариғатқа қайшы іс-әрекет жасаған болады. Орысша айтқанда идентификация дейді. Адамның мысалы беташары жасалды ма? Демек бұл қазақтардікі. Адам мынандай ма? Демек ол осындай ұлттан деп басқа бір ұлттардан, басқа бір елдерден ажыратып тұратындай бір символдар бар. Осылардың барлығын бұлар жоққа шығарады. Жоққа шығарып, біз бір ғана ұлтпыз, ол мұсылман деген ұлт. Одан басқа исламда ұлтқа бөлушілік жоқ деп айтады.
Сөйтіп мінекейіңіз осы дүниетанымда жүргендердің барлығы псевдосәләфилік дүниетанымдағы адамдар деп айта аламыз. Нұрила елге жусан гуманитарлық операциясымен жеткізілді. Ал анасы мен сіңлісі қарулы қақтығыс аймағынан шықпады. Өйткені өмірге өкпелі дейді қызы. Егер о баста Айгерім Ақназарованың жолдасы теріс ағым мүшесі болмағанда, ол өмірге осынша күйінбес пе еді. Кім білсін. Біздің бұл үкіметіміз, мемлекетіміз кең. Мысалы, солар Сириядан әкеліп қанша миллион километр жерден бастарын жаңағы бәлегеттік бомбамен атып қирап кетуі мүмкін. Соншалықты мемлекетке рахмет, соншалықты соларға әкеліп қатарға қосып оқуға, білім алдырып, мемлекет ешқандай қарсылығым жоқ. Құдайға мың қадір шүкір. Нұрила туған әкесінен бас тартты. Болашақта жауласқанды жарастыратын елші болуды армандайды. Ал қазіргі жалғыз тілегі анасы мен бауырының амандығы. Атиканы мен анашым. Болды осақ сүйреті ғана бар екен. 2018-де ма 2019-да ғана түскен болар. Анамды қиын жағдайда тастап кеткеніме сондай. Енді анам жарайды, ол үлкен кісі да. Атиканы алып кетсем болар еді. Өзіңді қазір қалай елестетесің? Қандай гүлге теңейтінен өзіңді? Гүлге уже ашылып жапырақтар түсіп қойған гүлге теңеймін. Солған гүлді емдеп қайта тірілтуге болады. Ол баптаушысына байланысты. Нұрила қазір нағашы ата әжесінің тәрбиесінде, мемлекетте бар қамқорлығын көрсетуде. Соған қарамастан 15 жасар жеткіншек жол турауылдап әлі де анасын күтеді.